Өкіметтен керексіз жер алу екінші бөлім. Жер таңдаған кезде республикалық маңызы бар қалалар Астана, Алматы, Шымкент немесе облыс орталықтарынан бір 20 шақырым қашықтау жерден таңдағаны дұрыс болады. Өйткені өзімнің тәжірибемде Алматы мен Астана қаласының маңындағы ауылдарда 20 арыз жіберген болатынмын. Сол 20 арыздың бәріне әкімшіліктен рұқсат бермеу туралы жауап келген болатын. Мен қазір рұқсат алған жер ол Астана қаласының 25 шақырым жерде орналасқан Рахымжан Қошқарбаев ауылында 10 сотық жерді алдым. Жер таңдаған кезде жария кадастрлық картадан таңдайсыздар. Мысалы, мен өзімдікін көрсетейін. Міне Ақмола облысы Целиноград ауданы, Целиноград деген тың деп өзгерткен дұрыс болатын шығар. Рахымжан Қошқарбаев ауылында осындай көкпен боялған квадраттар, олар тіркелген жерлер. Сұрмен боялған ол ауылдың ішкі территориясы. Жер таңдаған кезде осындай сұр боялған ауылдың ішінен ғана таңдай аласыздар. Мына сырт жағынан таңдай алмайсыздар. Өйткені бұл жерде ауыл шаруашылық жерлерге қарастырылады. Мына тіркелген жерлердің ішінен, мына байқап тұрсаңыздар, бос тіктер тұрады. Бұл жерлер бос деп есептеледі. Бірақ енді бұлай өзіңіз барып көз жеткізгеніңіз дұрыс болады. Ол қандай жер? Мүмкін біреу қоршап алған шығар, мүмкін ол жерде арық өтеді. Тағы басқа шектеулер болуы мүмкін. Өзіңізге ұнаған және бос жерді таңдадыңыз. Келесі қадам ол жердің сызбасын түсіріп алу. Сол сызбаны сіздер e-лицензия арқылы арызыңызды жіберген кезде осы файлыңызды тіркеуіңіз керек. Өйткені сіз арыз жіберген кезде жер комиссиясы сіз жерді қай жерден сұрап отырсыз білу керек. Және сол арыз жазған кезде бос учаскенің мекен жайын біле алмайсыз. Соның жанындағы үйдің мекен жайын көрсетесіз. Мына көшедегі мына үйдің оң жағында орналасқан учаске деп көрсетесіз арызыңызда. Арызыңызды жібергеннен кейін e-лицензиядан шешім шығады. Выдано немесе отказано деп. Егер выдано десе, ол рұқсат берген деген сөз, онда осындай заключение земельной комиссии деген шығады. ЛПХ-ға жер тек қана жалға ғана беріледі 3 жылға дейін. Ары қарай созу мүмкіндігімен. Ол шешім шыққаннан кейін өзіндік қосалқы шаруашылық немесе ЛПХ өз атыңызға аудара аласыз. Ал енді аударғанда қандай жағдайда аударасыз? Өзіндік қосалқы шаруашылықты жүргізу ЛПХ жер учаскелерін жеке меншікке тегін беру жер учаскелерін игерілгеннен кейін жүргізіледі. Игеру дегеніміз ол сол берілген учаскеде үй салып, үйді заңдастырсаңыз, жер сізге тегін атыңызға өтеді. Жер комиссиясының шешімін алғаннан кейін осындай ситуациялық схема алуыңыз керек. Ары қарай заңдастыру үшін және жер актісін алу үшін. Бұл жерде ситуациялық схемада көрсетілгендей қызыл сызбалар болады және сізге шешім шыққан жердің сызбасы болады. Және одан да басқа, мысалы, су құбыры жасылмен белгіленген және электр бағандары болады. Коммуникациялық құралдардың бәрі көрсетіледі. Ал бұл ситуациялық сызбаны алу үшін сіздер мемлекеттік органдарға өтініш бересіз. Өтініш арқылы. Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі, яғни архитектура, соған хат жібересіз. Ол 15 күнде сізге сол сызбаны жіберуі тиіс. Үшінші бөлімде жерге орналастыру жобасы, әкімнің жер беру шешімі туралы айтамын. Екінші бөлімнің альбомдық нұсқасы YouTube арнада көруге болады. Арнаға жазылыңыз, жалғасы болады. Ұнаса сізден лайк.